Қайырлы күн баршаңызға. Шоколадты глазурден фигуркалар жасайтын боламыз. Ол үшін шоколадымызды ерітіп, одноразовый мешокқа саламыз. Мешоктың ұшын кішкене қиып аламыз да, силиконды формаларымызға астынан бастап дәл видеодағыдай құйып шығамыз. Шоколадымыз форманың кішкене қуыстарына дейін барлығын қамтып құйылып шығу қажет, себебі форманы алғанда олар шықпай қалуы мүмкін. Формаға құйылған шоколадтарды кішкене сілкіп, видеодағыдай жасаймыз және тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Тортымыздың үстінде фигуралар нық әрі құламай тұру үшін шоколад толық қатпай тұрып, осылай таяқшаларымызды видеодағыдай салып қойсаңыздар болады. Фигураларымыз дайын болған кезде оны өз ыдысынан өте ұқыппен алу керек, себебі кейбір жерлері сынып кетуі мүмкін. Кейбір формалардың екі жағынан да жырығы болады, ал мына форманың тек бір ғана жағы кесілген, сол үшін маған кішкене қиындау болды алу. Ал шоколадыңызды формадан алып жатқанда кішкене сынық жерлері болса, оны қайтадан шоколадты глазурмен ерітіп жапсырса болады. Ал көздерін, мұрындарын бояу үшін мен кішкене ғана осындай кисточкамен қара гелевый красительді қолдандым. Шоколадты басқа түске бояу үшін экранда көрсетілгендей какао масламызды бірінші ерітіп, оған диоксид титан, яғни белый порошковый краситель қосып, және жирорастворимый красителімізді қосып араластырып, өте ұқыппен фигуркаларыңызды бояй бересіздер. Ал осымен біздің фигуркаларымыз дайын, пайдаңызға жарасын.